2023 жылы «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы. Жазушы, драматург, қоғам қайраткері Төрен Әбдіковтің шығармашылығына арналады. Оқитын Ақылжанов Әсет. Қайсыбірде ойлап отырсан, адам өмірінде бір-ақ рет оңбай қатты ашуланатын тәрізді. Өйткені өмір бойы қуаныштар мен реніштердің ішінде қайткенде де біреуінің шоқтығы биік болып қалатыны анық қой. Совхоз құрылысынан машинамен су тасып жүрген Ордабек бұдан бұрын талай ыстық суықты басына өткерсе де, бүгінгі ашуын осындай бір-ақ рет болатын оқиға деп оққан еді. Бүкіл көңілін жанарышы аяныш сезімі мен өшпенділік сезімі қатар билеп іштей бір күйзеліске енген. Нәрестеде уылжыған аңқау үндемейтін Айгүлді мәңгілік сәбиде көретін, баланың өсуідегі мүлде көзге көрінбейтін дүние ғой. Әйтпесе 10 жылдықты былтыр бітірген, қазір кітапханада істейтін Айгүлді тап Орынбектің пікіріндегі Айгүлмен теңестіруге ешкімнің келіспейтіні сөзсіз. Шынында ол соқтауылдай қыз, бірақ мұны айтқан адамды Ордабек барынша ұятсыз ардан безген біреу деп білер еді. Ордабек қарындасымен көп сөйлеспейтін, өмірінде жақсы көретінін айтып, еркелетіп көрген жан емес. Алайда өзі үндемеген сайын қарындасын іштей аялай түсетін. Ал бүгін төбесінен жай түскендей, жұмысқа келген студенттердің біреуі Айгүлге сөз салып жүр екен деген хабарды естігенде, табиғатында жоқ бір долылық түтігіп тіпті жыларман халге келді. Бұл масқара ғой, кішкентай баланы, деді әр ойлауға батыл жетпей. Осыны шүпілдеген отықтан кеңірдек секілді жуан шлангымен су сорғызып тұрып та, рөлде отырып та, құрылыс іргесіндегі үлкен астауға су құйып тұрып та басына екі елі шаға алмады. Адамдар мұнша арсыз болады деп ешқашан ойламағанды. Оның ойында не бар, әлі түк жоқ. Бала соған сөз айту деген тұсқа келгенде Ордабек сөз ойынан көзі ұялып қызарып кетті. Іле-шала ол қып-қызыл ашуға айналды. Шлангыны көтеріп алып, машинаның белінен асырап бар күшімен лақтырып жіберді. Жалғасын білгілеріңіз келсе, Төрен Әбдіковтің 10 қол кітабын оқыңыздар.